Сәлем достар, сіздермен шоу-бизнес арнасы. Видеоларым қызық болса, маған тіркеліп, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Әсел Асқар дүниеден өткен ұлына ән арнады. Былтырғы жылдың қазанында актриса Әсел Асқардың кенже ұлы жансақтау бөлімінде шетінеді. Өнер иесі өмірден өткен ұлына арнап, еске алу кешін өткізді. Актриса ұлына арналған әннің тұсаукесеріне танымал жұлдыздар мен блогерлерді шақырған. Еске алу кешінде актриса ұлы Айбарыстың суреттерінен көрме дайындаған. Сонымен қатар билбордқа Айбарысты еске алу көкке ұшқан басқа да періштелерге арналады, періштем деп жазды. Естеріңізге сала кетейік, Әсел Асқардың кіші ұлы ауыр дертке шалдығып, жансақтау бөліміне түскен болатын. Арада бірнеше күн өткенде өнер иесі кішкентайының бақилық болғанын мәлім етті. Қазақ каналының дамуына үлес қосып, видеоларымды көріп, коммент жазып, лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.